Шығыватыр маманы, енді несінің сөзін шығыватыр ма? Жоқ, шықпа, өзіміздің рахайыз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Дауыс естіліп жатыр ма? Иә, естіліп жатыр. Саламатсыздар ма? Қазір кішкене күтейік, әріптестер. Саламатсыздар ма? Әлі басталған жоқ па? Бір-екі минут, саламатсыздар ма, әріптестер? Бір-екі минут күтеміз ба, әлде бастай берейік па? 7 әріптес отыр екен. Көрініп тұрмыз ба біз? Бану, сен кір, трансляция көрініп тұр ма, қараш? Әріптестер, трансляция көрініп тұр ма сіздерге? Слайд ашылып тұр ма? Жоқ қой, Бану. Әріптестер, микрофон басқанша. Естіліп тұр ма біздерде? Естіліп тұр, бірақ трансляция жоқ, демонстрация экрана шықпайды. Демонстрация көрініп тұр. Дауыстарыңыз естіліп тұр. Енді ше? Қазір ашылсын. Ашылды. Көрініп тұр ғой, Иә. Жақсы. Бана неміз бады? Өзіміздің. Зумымыз. Жақсы, онда бастай берейік, өзімізге көрініп тұрмайды екен, трансляция неміз. Кіріп қарап отыр, бәрі дұрыс па, Онда кірсе без звука. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біздер Теміртау қаласы нөмірі 19 мектептің зерттеушілері Ермекбаева Ләззат, Әлменбаева Ләззат Ермекбаевна, Истекбаева Зерекүл Әлбеновна. Саламатсыздар ма, әріптестер? Сіздердің назарларыңызға бүгін өзіміздің мұғалімдерге арналған мәтіндер талдау және түсіндіруде нейрожелілердің рөлі атты оқу әдістемелік құралымызды ұсынып отырмыз.
Сіздер білесіздер, биылғы әдістемелік нұсқаулықта оқу процесіне жасанды интеллектті кіріктіру ұсынылған болатын. Қазіргі таңда білім беру саласы қарқынды түрде цифрландырылып, жасанды интеллект пен нейрожелілерді оқу үрдісіне енгізу өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл үрдіс мұғалімдерден заманауи технологияларды меңгеруді және оларды оқу тәрбие процесіне тиімді пайдалануды талап етеді. Осы тұста бізді әріптесіміз екеумізді үлкен сұрақ туындады. Бастауыш сыныпта жүйе құралдарын қалай тиімді қолдану керектігі ойландырып, осы бағытта әзірленген мәтіндерді талдау және түсіндіруде нейрожелілердің рөлі атты әдістемелік құрал бастауыш сынып оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру, мәтінді талдау және түсіндіру дағдыларын жетілдіру мақсатында жасалды. Мінекей мынау біздің әдістемелік құралымыз. Ал енді осы құралдың мақсат міндеттеріне тоқталып кетейік, әріптестер. Әдістемелік құралды жазудағы мақсатымыз бастауыш сынып оқушыларына арналған мәтіндерді түсіндіру және талдау барысында нейрожелілерді тиімді қолдану жолдарын көрсету болатын. Міндеттері: мәтін талдау әдістерін теориялық тұрғыда қарастыру, оқу үрдісіндегі тиімді тәсілдерді меңгерту, екінші, төртінші сынып оқушыларына арналған мәтіндерді іріктеу және бейімдеу, жас ерекшеліктерін ескеру. Сондай-ақ нейрожелілерді пайдалана отырып, жеке, жұптық, топтық және шығармашылық тапсырмалар жүйесін құру және оқушының функционалдық сауаттылығын, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыру жолдарын анықтау болатын. Авторлық бағдарламаның жаңашылдығы мен өзектілігі. Жаңашылдығы дәстүрлі мәтін талдау әдістерін жаңа заманауи технологиялармен ұштастыру. Егер бұрын мәтін талдау көбіне сұрақ-жауап, мазмұндау, жоспар құру сияқты дәстүрлі әдістермен шектелсе, қазір нейрожелілердің көмегімен мәтінді тереңірек талдауға, салыстыруға, жаңа идеялар табуға, әр оқушы деңгейіне сай тапсырма құрастыруға мүмкіндік береді. Дәстүрлі әдістер сұрақ-жауап, мазмұндау, жоспар құру, нейрожелілер жеке деңгейге сәйкес тапсырмалар, жаңа идеялар табу, саралау, жеке ерекшеліктерді ескеру. Өзектілігі: қазіргі таңда әлемдік тәжірибеде нейрожелілерді қолданудың бірнеше бағыты бар. Мәтінді қысқаша мазмұндап беру, ұзақ мәтіннің мағынасын сақтай отырып, қысқартып беру. Сұрақ-жауап үлгісін құру, мәтінге сәйкес әртүрлі деңгейдегі сұрақтар жасау, шығармашылық тапсырмаларға идея ұсыну, қосымша әрекеттер, диалогтар жалғасын ойлауға көмектесу. Мәтіндегі негізгі ойды табу, құрамындағы ақпаратты талдап, негізгі мәнді анықтау. Кейіпкерлерді талдау және салыстыру. Сипаттама әрекеттері қатынасы бойынша талдау. Сараланған тапсырмалар жасау, әртүрлі деңгейдегі оқушыларға арналған тапсырмалар. Бұл мүмкіндіктерді мектеп тәжірибесіне енгізу арқылы мұғалім оқушыға дайын ақпарат бермей, оның өздігінен ізденуіне, ойлануына, талдауына бағыт береді. Жалпы әріптестер, әдістемеліктік құралдың құрылымына тоқталып кететін болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай түсіндірме жазба. Бұл бөлімде құралдың мақсаты, міндеттері, қолданылуы туралы жалпы мағлұмат берілген. Келесі теориялық бөлімде нейрожелілердің, яғни жасанды интеллект құралдарын оқу үрдісіндегі рөлі, қолдану тәсілдері, тиімділігі туралы айтылған. Қазір әріптестер қосып жіберейік. Келесі практикалық бөлімде бұл жерде нақты мәтіндер берілген және сол мәтіндермен жұмыс жасауда жасанды интеллект құралдарын қалай пайдаланса болады, яғни тапсырмалар үлгілері және жасанды интеллект құралдары көрсетілген. Сондай-ақ пайдаланылған әдебиеттер, бұл жерде әдебиеттер тізімі, оқушыларға және мұғалімдерге арналған әдебиеттер тізімі, ресурстар көрсетілген. Сондай-ақ қосымшалар, бұл жерде қосымша материалдар және пайдалану бойынша нұсқаулар берілген. Әдістемелік құралдың мазмұны: түсіндірме жазба, негізгі бөлім, нейрожелілер туралы жалпы түсінік, мәтіндерді талдау және түсіндірудің әдістері, практикалық тапсырмалар, екінші, төртінші сыныпқа арналған тапсырмалар, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер және қосымшалар.
Түсіндірме жазба қазіргі таңда білім беру саласы қарқынды түрде цифрландырып, жасанды интеллект пен нейрожелілерді оқу үдерісіне енгізу өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл үрдіс мұғалімдерде заманауи технологияларды меңгеруді және олардың оқу тәрбие процесінде тиімді пайдалануды талап етеді. Әдістемелік құралдың мазмұны қазақ тілі мен әдебиеттік оқу пәндерінің жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған және нейрожелілердің ChatGPT, Gemini, Notebook, Gamma және басқа жасанды интеллект құралдарының мүмкіндіктерін тиімді қолдануға негізделген. Осы бағытта әзірленген мәтіндерді талдау және түсіндіруде нейрожелілердің рөлі атты әдістемелік құрал бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын арттыру, мәтінді талдау және түсіндіру дағдыларын жетілдіру мақсатында жасалған. Құралда оқушылардың жас ерекшелігіне сай мәтін түрлері, талдау тапсырмалары, сұрақтар үлгілері мен шығармашылық бағыттағы жұмыс түрлері ұсынылған. Әдістемелік құралдың құрылымы теориялық және практикалық бөлімдерден тұрады. Теориялық бөлімде нейрожелілердің оқу үдерісіндегі рөлі мен қолдану тәсілдері түсіндірілсе, практикалық бөлімде нақты жұмыс үлгілері мен тапсырмалар топтамасы берілген. Енді әдістемелік құралымыздан күтілетін нәтижелер оқушылар деңгейінде бұл мәтінді түсіну, талдау және мазмұндау дағдылары дамиды, негізгі ойды анықтау, дәлел келтіру және өз көзқарасын білдіру қабілеті артады, цифрлық сауаттылық, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттері қалыптасады, нейрожелілермен жұмыс істеу арқылы оқушылар өз бетінше іздену және шешім қабылдау дағдылары дамиды, қазақ тілі мен әдебиеттік оқу сабақтарына қызығушылығы мен мотивациясы жоғарылайды. Ал мұғалімдер деңгейінде сабақ жоспарлауда және мәтіндік материалдарды талдауда нейрожелілерді тиімді пайдалану дағдылары қалыптасады, цифрлық құралдарды оқыту процесіне кіріктіру арқылы педагогикалық шеберлігі артады. Оқыту сапасын арттыруға бағытталған жаңа әдіс тәсілдер жүйеленеді, оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға бағытталған дифференциалдық тәсілдері жетілдіріледі. Ал әріптестер, енді сіздерге теориялық бөлімнің негізгі Теориялық бөлім, әдістемелік құралдың теориялық бөлімінде нейрожелілердің оқу үдерісіндегі қазақ тілі және әдебиеттік оқу пәндерінде мәтіндерді талдау және түсіндірудегі рөлі, қолдану тәсілдері қарастырылған. Негізгі бағыттары нейрожелілер туралы жалпы түсінік, нейрожелілердің жұмыс істеу принципі, нейрожелілердің білім берудегі қолданысы, мәтіндерді талдау және түсіндіру әдістері, негізгі ойды табу тәсілдері, кейіпкерлер мен оқиға желісін талдау, сұрақ-жауап арқылы түсіндіру. Жақсы әріптестер, мына жерде енді білім берудегі біз қолданып жүрген осы тиімді жасанды интеллект құралдарына тоқтала кетейік. Мына жердегі құралдар сіздерге таныс па? Жұмыс тәжірибелеріңізде өздеріңіздің қолдандыңыздар ма? Жауап беріп кете кетсеңіздер. Әріптестер естіліп жатыр ма? Звуктарыңызды қосып жіберсеңіздер, әріптестер, жауап беріп кетіңіздер, Иә, естіліп жатыр. Таныс па, таныс емес Сіздерге таныс па, өздеріңіздің білім беру саласында сабақтарыңызда осы құралдарды қолдандыңыздар ма? Иә, кейде қолданамыз, аха. Жақсы. Олай болса, осы құралдарға тоқталып кетсек, қазақ тілі және әдебиеттік оқу сабақтарында мәтінді түсіну, талдау, тапсырма құрастыру және оқушылардың тілдік, шығармашылық дағдыларын дамыту мақсатында әртүрлі жүйе платформалары қолданылады. Қазіргі таңда өте көп, бірін меңгерсек, екіншісі шығып жатыр. Мына жерде сол біразына тоқталып кетейік. Мына Gamma сайты, бұл жерде жасанды интеллект арқылы бірнеше секунд ішінде мәтін бойынша слайдтардың құрылымын құрып, суреттерін тауып, өзі безендіріп береді. Келесі бізде ең көп кең қолданысқа ие платформалардың бірі ол Notebook LM, Google ұсынған платформа. Бұл жерде бұл платформа сіз жүктеген нақты құжаттармен ғана жұмыс істейді. Яғни, мысалы, сабағыңыздағы мәтінді, ақпаратты қажетті жүктейсіз, сол бойынша сайт сізге
конспект, слайд, ақпараттық график, менталдық карта, деректер кестесін, тест сұрақтарын тағы басқаларды жасап бере алады. Әрі қарай. Сіз оқидыңыз. Фейзім, презентация немесе альбомды клип болып беттері ашылатын кітап түріне айналдырады. Тарсия маркер фазл түріндегі құрастырмалы жаттығулар жасауға арналған арнайы веб-сайт, тақырыпты қайталау, жаңа білімді бекіту және ойын тапсырмаларын жасау үшін таптырмас құрал болып есептелінеді. Firebox бұл викториналар, тесттер жасауға өте ыңғайлы платформа. Бұл платформада оқушылардың білімін нақты уақыт режимінде, мысалы бізде көбінесе солтүстік өңірде болғандықтан көбіне қашықтықта оқу өздеріңіз білесіздер, кешеге дейін қашықтықтан оқу форматы болып жүрді бізде. Міне осындай кездерде пән бойынша, мәтін бойынша сұрақтар құрастырып, онлайн форматта оқушыларға ссылкамен жіберсеңіздер болады, және оқушының жауаптары сіздің тіркеген почтаңызға келіп түсіп, яғни қызықты тәсілмен білімін тексеруге және нәтижені нақты уақыт режимінде тексере аласыздар. Келесі Pixverse сайты, бұл жерде мәтіндік сипаттама, яғни промпт жазу арқылы қысқаша бейнероликтер құрастырсаңыз болады. Кез келген мәтін бойынша портрет, иллюстрация, сурет қозғалысқа келтіре аласыздар. Наракет сайты келесі, бұл жерде мәтінді аудиоға айналдыруға арналған заманауи онлайн платформа. Грэмфейс бұл кейіпкерлерді, тұлғаларды сөйлетуге арналған сайт. Мысалы, суреттерді берсеңіздер, сол жерге суретті жүктеп, сол суретті балалардың аудиалды қабілеттерін дамытады, мысалы, сөйлетеді суреттерді. Енді қысқа видеолардан бастап, шағын фильмдерге дейін мәтінді бейнеге айналдырады. Мысалы, салған суреттерін, балалардың еңбек сабағында салған суреттерін, немесе әдебиетті оқудағы суреттерді берсеңіздер, соларды қимыл әрекеттерге түсіреді қимылдар. Жақсы, мына жерде енді сол әдістемелік құралымыздағы кесте келтіріп отыр, яғни осы платформалардың қолдану мүмкіндіктері мен артықшылықтары көрсетілген. Ал енді әріптестер уақытты созбай, практикалық тапсырмалар үлгілеріне көшеге назар салып жіберсеңіздер, мына жерде біз 3-ші сыныптың қазақ тілі оқулығындағы киіз үй мен ағаш үй мәтіні беріліп отыр. Осы мәтінді талдау бойынша, әдістемелік құралымызда пайдалану бойынша үлгі нұсқаулық берілген, яғни үлгілер берілген, жасанды интеллект құралдарын қалай пайдалансақ болады. Яғни ChatGPT, Gemini сайттарына осы мәтіннің негізгі ойын анықтап бер деп сұрақ қою, яғни бұл жерде нақты нейрожелі берген жауапқа ғана сүйенбей, оны оқушылардың өз ойларымен, оқушылардың жауаптарымен салыстыра отыру. Келесі, мәтіндегі кейіпкерлердің әрекетін, мінез құлқын, уақиға желісінің дамуын анықтау мақсатында Notebook LM сайтында, міне бағана айтып кеткендей, слайд, тест сұрақтарын, менталдық карта жасау мүмкіндіктері бар. Қазір сіздерге осы сайт бойынша қалай жұмыс жасау үлгісін көрсетіп кетейін. Мінекей әріптестер, Notebook LM сайты, бұл сайтты, платформаны қолдану тегін, тек өзіңіздің Google почтаңызды тіркеуіңіз керек. Менде міне алдын ала почтам тіркеліп тұр. Мынау мінекей осы сайтта жасаған жұмыстарымыз барлығы, жаңағы киіз үй мен ағаш үй мәтіні бойынша, міне осы жерде мүмкіндіктер өте көп әріптестер. Міне менталдық карта, флеш карта, тест сұрақтарын, ақпараттық карта, дерек көздер келтірсеңіздер болады. Осы жерде мен сіздерге міне жасалған слайдты көрсетіп жіберейін сіздерге, мәтін бойынша. Оқушыларда, мысалы, оқулықта қысқаша ғана мәтін берілген, яғни бұл слайд жасау арқылы оқушылардың тек қана мәтінді оқып қана қоймай, оны көру, түсіну, визуалды қабылдауын арттыруға көмектесетін осындай слайд түрінде көрсетсек өте жақсы деп ойлаймын. Көріп отырғаныңызда, міне сіздерге ашылып тұр ма көрініп?
Мінекей әріптестер, Google-ды қайдан білетін? Google көрінбей қалды. Мына әріптестер, бұл жердегі жасалған слайдты сіздер жүктеп алсаңыздар да болады. Мысалы, сіздерде қазақ тілі кітабында тек қана ол жерде мәтін ғана берілген, мәтінде тек қана сөзбен берілген, сол мәтіндегі сөздерді балаларға слайд есебінде, сурет есебінде беріп тұр. Қарап отырсаңыздар, киіз үй мен ағаш үйдің айырмашылығын нақты көрсетіп берген, ол жердегі киіз үй қалай, ағаш үй қыста қалай, және ондағы кейіпкерлердің өзіне қарасаңыздар, кейіпкерлердің жаңа киюіне, үстеріндегі киімдеріне шейін айырмашылығын шығарып беріп тұр. Олардың Әділқазыға, мысалы, оқушылар, бастауыш сынып оқушылары Әділқазы кім екенін олар оқыған кезде түсіне бермейді ғой. Қазіргі таңда балалар көбінесе орыс тілді болғаннан кейін түсінбейді. Ол жерде Әділқазыға барғандары, кеңес сұрағандары, олардың бір-біріне достық, жаңағы ұлттық құндылықтары да ол жерде жіктеп берген. Сол слайдтың өзі шығарып берді соны. Жаңа сөздер, мысалы да, киіз үй мен жаңағы ағаш үйді салыстыру. Киіз үй, мысалы, киіз үйдің жазға және көшпенді, киіз үйден жаңағы неден жасалған киіз үй, ортақ қасиеттерін, және де ағаш үйдің қандай қысқы тұрақты ағаштан жасалатындығын барлығын өздері жаңағы сайтқа салған кезде өздері шығарып береді. Олардың жаңағы достық қарым-қатынастары, құндылықтар, ынтымақтастық түбі екендігін, құндылықтардың өздерінің өзі шығарып беріп тұр. Пайдалансаңыздар, өте тиімді платформа. Әріптестер, сондай-ақ мінекей мына жерде сол Notebook LM сайтында менталдық карта, яғни біз жүктеген дерек көздерге негізделген менталдық карта жасау мүмкіндігі де бар. Міне бұны оқушыларға жеке тапсырма ретінде, тарқатпа материалы ретінде жүктеп алып берсек, өте оқушыларды осы мәтінді талдауда, түсіндіруде көмегі көп деп ойлаймыз. Сондай-ақ осы сайтта және интерактивті тест жасау мүмкіндігі де бар. Қазір оны мына жерден сіздерге көрсетіп жіберсем де болады. Мінекей, бұл жерге сіздер өздеріңіз міне жаңа блокнот жасау деген жерден міне файлдарды жүктеп салу дейді. Жай ғана сол кітаптың бетіндегі мәтінді фотоға түсіріп, осы жерге жүктеп саласыз. Содан кейін мына бірін таңдайсыз, өзіңізге қажетті міне тест жасау, ақпараттық карта жасау, өзіңізге жұмыстарыңызға да көрінеді. Жаңадан соң жасаңыз. Жаңадан жасаңыз. Соны көрсетеді. Мына жерде мысалы осылай жүктеп, материалды жүктеп, мына жерден таңдайсыздар. Түсінікті деп ойлаймын, әріптестер. Келесі бізде Төле би мәтіні. Бұл жерде де нейрожеліні пайдалану бойынша үлгі нұсқаулығы берілген. Мінекей Тарсия маркет арқылы, мынау мәтін желісі бойынша сұрақтарды Тарсия маркет сайты арқылы біз балаларға пазл құрастыру арқылы ойын түрінде осы мәтінді талдатсақ болады. Мінекей Тарсия макер платформасы. Мына жерде бірнеше фигуралар түрі берілген, өздеріңіздің сұрақ көлеміне қарай, оқушылардың жас ерекшелігіне қарай бірін таңдасаңыздар болады. Мына жерге сол жағындағы бағанға біз сұрақтардың үлгісін жазамыз. Мысалы, Төле би қандай жүздің биі болған дей салайық. Бір жағына сұрағы, бір жағына жауаптарды.
қай Жақсы, жақсы. болған. Аха. Енді мынау оң жағына осы сұрақтың жауабын жазасыз. Деген секілді міне. Өте жеңіл сайт, мінекей сұрақтарыңыз мына жерге жазылады, жауаптарыңыз да жазылады, және оны PDF-қа айналдырып жүктеп алсаңыз да болады мына жерден. Правда, қазір сіздерге осындай жүктелген бір жұмысты көрсете салайын. Мінекей, оқушылар пазлды құрастыра отырып, сұрақ пен жауаптарын сәйкестендіреді. Бұны біз топтық жұмыс ретінде ұсынсақ болады. Мінекей, оқушылардың осы сабақ барысында осы партия арқылы пазл құрастырылған сәттері, мынау сұрақтар үлгісі жаңағы жүктелген мінекей. Сондай-ақ әріптестер, партия маркердің пазл түрінде тапсырма орындатудың артықшылықтары: оқушылардың қызығушылығы артады, белсенді қатысады, тапсырма құрастыруға, ойлау, талдау, салыстыру дағдылары дамиды, мәтін мазмұны бойынша жақсы есте сақталады, бірлесіп шешім табу, коммуникативті дағдылары дамиды. Мына жердегі мәтінде бізде сондай-ақ Төле бидің батасы берілген. Осы батаны оқушы жай оқып қана қоймай, Наракет, Brainface сайттарында кейіпкерді сөйлетсек болады. Мінекей, мынау сол сайтта жасалған. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Бір үйдің Яғни бұл сайтта сөйлетудің артықшылығы визуалды қабылдауды арттырады. Оқушылар мәтінді тек қана оқып қоймай, Төле бидің бейнесін көріп, оның нақыл сөзін естиді. Бұл ақпаратты есте сақтауды жеңілдетеді екен. Қызығушылықты арттырады, жиі арқылы тарихи тұлғаның сөйлеп тұрғанын көру оқушылардың назарын бірден аударады. Сабақты заманауи форматта өткізуге мүмкіндік береді. Келесі бізде мәтіннің түрі Елдостың ойыны деп аталады. Бұл әдебиеттік оқу оқулығынан алынған мәтін. Мына жерде сондай-ақ сіздерге мінекей мәтіннің нейрожеліге осы шығарманың құрылымын анықтап бер деп сұрақ қойсақ болады. Нейрожелі берген жауапты оқушылар өздерінің мына кесте бойынша толтырған талдауларымен салыстырамыз. Одан кейін міне Purebox сайтында осы мәтін желісі бойынша викторина сұрақтарын құрастырсақ болады. Сұрақ-жауап әдісі оқушылардың ойлау белсенділігін арттырып, мәтін мазмұнын терең түсінуге жағдай жасайды. Сұрақ қою әдісі сондай-ақ жылдам қорытуға және жүйелеуге жетелейді. Қазір сол сайтқа қалай жұмыс жасау үлгісін сіздермен бөлісіп кетейін. Мінекей, әріптестер, Purebox сайты. Менің дайындаған жұмыстарым тұр мына жерде, мінекей, оқушылармен. Бұл сайтта бағана айтып кеттік қой, оқушыларға ссылка арқылы жіберсек те болады. Міне қанша оқушы қатысқаны және жауаптары сіздердің почталарыңызға келіп тұрады. Мінекей, үлгісі. Қазір осы мәтінді оқып болғаннан кейін оқушыларға тақтаңызға осылай мәтін бойынша сұрақтарды шығарып қойсаңыз болады. Міне, мәтін бойынша Елдестің үй шаруасына көмектеспеуінің басты себебі неде дегенде, дұрыс жауап белгілегенде осындай галочка шығады. Автоматты түрде келесі сұраққа өтеді. Міне, Елдестің мергендігі мәтінде қалай сипатталған, яғни аспанға іліп қойған асықтарды атып алады. Ары қарай осылай жалғасып кете береді сұрақтар тізімі. Сондай-ақ ноутбук сайтында осы мәтін бойынша мінекей мынандай флеш карталар жасасақ болады, әріптестер.
Бұл жерде флеш картаның мүмкіндігі мәтінді олай да бұлай да талдап, сізге шамамен 50 шақты сұрақ құрастырып береді. Дайын, өзіңіз тек мәтінді ғана жүктейсіз. Интернет кішкене слабый болып тұр ғой деймін бізде. Елдестің ойыны. Мінеке, елдестің асығатудағы шеберлігі қалай сипатталады? Бұл жерде бір жақсы несі, оқушылар мысалы қателескен жағдайда да дұрыс жауапты көру мүмкіндігі бар мінеке. Елдес таңертең үйден шыққанда өзімен бірге неше асық пен сақа алып шығады дейді, міне дұрыс жауабы. Қалағаныңызша осы сұрақтардың ішінен қолдансаңыз болады. 50 шақты сұрақ құрастырылған. Дұрыс жауаптары. Бір мәтіннен қаншама сұрақтар құрастырып? Иә, бір мәтіннің өзіне қаншама сұрақ құрастырып беру мүмкіндігі бар. Сондай-ақ бізде келесі мәтініміз мерген қыз мәтіні, әдебиеттік оқудан алынған мәтін. Бұл жерде де осы Notebook LM сайтының мүмкіндігіне тоқталғым келеді, және де өйткені бұл платформада біз бір емес, бірнеше сұрақта құрастырамыз, жаңағы слайдта құрастырсақ болады, дереккөздер, нақты конспект алуға да болады мінеке. Осы мәтіннің қысқаша конспектісі. Міне мынандай үлгідегі слайд өзі дайындап береді бізге. Сол кездегі, мысалы, соғыс жылдарындағы суреттері, слайдтың өзінде сынақ, қарсылық, әрбір бөлімдерге өзі тақырып беріп тұр. Кейде біздер балаларда осы тақырыптарды таңдай алмаймыз ғой. Таңданыс қандай болады? Кейіпкердің жаңағы көңіл күйінің өзі қандай екендерін яғни слайдта өзі шығарып беріп тұр. Сондықтан да бұл сайттың бізге көмегі көп, мұғалімге де, оқушыға да көмегі көп, өйткені соғыс жылдарында біз ғана көз алдымызға елестете аламыз ғой сол жылғы мына түстердің өзін. Бұл сол түсті сайт шығарып беріп тұр, қандай болу керектігін. Көбінесе мылтыққа қалай жазылу керек, мылтықта жазылу берілген, бұл қысым орталық комитетіне әлі сөзбен кітапта берілген, біз оны білмейміз. Ал мына жерде нақты көрсетіп беріп тұр, баланың көз алдарына елестетіп тұр. Сондықтан баланың есте сақтау қабілетіне көп пайдасы бар. Яғни визуалдық қабылдауды арттыруға септігін тигізіп тұр. Әріптестер, міне қысқаша айтқанда тапсырмалар үлгілері және бұл тапсырмалармен жасанды интеллект құралдарын қалай тиімді пайдалану үлгілері осы құралда берілген. Әрі қарай біздің әдістемелік құралдың апробациясы бойынша айтып кететін болсақ, апробация 2024 жыл 2024-2025 оқу жылында апробацияға енгізілді. 19 мектептің апробацияға 2-3, 4 сынып оқушылары, яғни шамамен 25 оқушы, 24, 19, 25 оқушы және 3 мұғалім апробацияға қолданды. Биылдыққа және біршама сыныптар қолдану барысында жұмыс формалары әдебиеттік оқу, қазақ тілі сабақтарында, шығармашылық жұмыстарда қолдануда. Бірінші кезеңі, дайындық кезеңі. Бұл кезде біз әдістемелік құралдың мазмұнын зерделеу, мақсаттары мен міндеттерін айқындау, тиімділікті бағалау критерийлерін белгілеу, қатысушыларды, яғни мұғалімдер мен оқушыларды таңдау, әдістемелік кеңесте әдістемелік құралмен мұғалімдерді таныстыру жүзеге асырылды. Практикалық кезең, екінші кезең. Әдістемелік құралда екінші кезеңі, әдістемелік құралдағы материалдар мен тапсырмаларды қолдана отырып, сабақтар өткізу, оқу үдерісін бақылау, оқушылардың жетістіктері туралы деректер жинау. 2026 оқу жылының үшінші кезеңі талдау және қорытындылау кезеңі болып есептелінеді. Жиналған нәтижелерді талдау, әдістемелік құралдың күшті және әлсіз тұстарын анықтау, оны жетілдіру және білім беру үдерісіне енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу. Осы тұста біз әлсіз тұстарын
атап кеткіміз келіп отыр және. Осы тұста бұл жаңа жүйе құралдарын қолданудағы әлсіз тұстары көбінесе бастауыш сынып оқушылардың жаңағы қолданылатын телефондарының болмауы және онда интернеттің болмауы кейде қиыншылық туындырып жатады, және көп сайттардың ақылы екендігі. Қолданыс мерзімдері бар, ақылы болып қалады. Сондықтан сол кішкене ғана сондай қиыншылықтары бар. Дегенмен де бұның жаңағы қолдану тиімділігі көбінесе балаларда қолданған кезде қиындық туындамайды. Қазіргі 3-ші, 4-ші сыныптардың балалары айтсаңыз болды, бізден жылдам, олар бірден бізден жылдам соны анықтап, соны мына мен шығардым деп әкеп беріп тұрады сіздерге өздері. Олардан көмек бар негізі бізге қақанда. Әдістемелікті құралды қолдану нәтижесінде оқушылардың оқу мотивациясын арту, яғни жасанды интеллект элементтерін қолдану сабақтың эмоционалдық фонын жақсартып, білім алушылардың тақырыпты меңгеруге деген ынтасын арттырды. Оқушылар қазақ тілі және әдебиеттік оқу сабақтарында мәтінмен жұмыс істеуге қызығушылық танытты. Цифрлық құралдар мен нейрожелілерді қолдану оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына түрткі болды. Мәтінді түсіну және талдау дағдыларының жақсаруы, бұл жерде мәтіннің негізгі ойын, кейіпкерлердің іс-әрекетінің себеп салдар байланысын анықтау қабілеті артты. Шамамен 70% оқушы мәтінді құрылымдық және мазмұндық тұрғыдан талдай алды. Бұл көрсеткіш апробация басында 55-60% шамасында болған. Шығармашылық және сыни ойлау деңгейінің өсуі. Оқушылар нейрожелі көмегімен мәтінге сұрақтар құрастырып, өз бетінше жауаптар дайындауды үйренді. 2-ші, 3-ші сынып деңгейінде өз ойларын дәлелдеп айту дағдысы қалыптаса бастады. Сөйлеу және жазбаша тілдің дамуы. Мәтін мазмұны бойынша шағын эссе, кейіпкер атынан әңгіме, диалог құрастыру сапасы жақсарды. Сөздік қоры кеңейіп, тілдік нормаларды сақтау деңгейі 15-20%-ға шамамен артты. Дербестік және жауапкершіліктің қалыптасуы. Нейрожелімен жұмыс істеу кезінде оқушылар өз оқу нәтижесін бағалауға, қатесін түзеуге дағдыланды. Топтық және жеке жұмыс кезінде ынтымақтастық дағдылары күшейді. Енді оқушылардың жетістіктері жөнінде онша тоқталып кетпей қояйық. Енді балалардың әдістемелік құралды қолдану барысында оқушылардың қазақ тілі және әдебиеті оқу пәндері бойынша оқу жетістіктері байқалды. Бізде гуманитарлық бағыт бойынша байқауға қатысуы, пәндік білім деңгейінің артуы, оқушылардың оқу-танымдық белсенділіктерінің жоғарылауы, қазақ тілі мен әдебиеті оқу сабақтарында қызығушылықтың артуы. Өйткені біз ақбота және де қалалық сайыстарға қатысты оқушылар, оқу күндеріне қатысты, сонда берілген мәтіндерде балалар өз белсенділігін көрсете білді. Енді педагогтың жетекші рөлі бұл жей көмекші құралы болып табылады. Қорытынды шешімдерді континентті таңдау, бағалау, педагогқа қолдау педагог қабылдайды. Педагогтың технология мүмкіндіктері мен шектеулерін түсінуі, материалдардың дұрыстығын тексеруі және этикалық нормаларды, деректер, авторлық құқық, психологиялық қауіпсіздікті сақтау мұнда маңызды. Педагог жиі ресурстармен саналы және қауіпсіз пайдалануға үйренеді. Қорытындылай келе, нейрожелілерді мәтінді талдау үдерісіне енгізу оқытудың дәстүрлі формаларын толықтырып, білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Оқушылар мәтінді өздігінен түсіндіру, негізгі ойды табу, кейіпкер әрекетіне баға беру, қорытынды жасау сияқты жоғары деңгейлі ойлау дағдылары дамиды. Сонымен бірге нейрожелі арқылы ақпарат өңдеу, дерек көзбен жұмыс істеу мәдениеті, салыстыру, визуализациялау дағдылары дамып, олардың цифрлық сауаттылығы қалыптасады. Әдістемелік құралда берілген жұмыс түрлері мұғалімнің кәсіби қызметін жеңілдетуге, сабақ сапасын арттыруға, әр оқушының жеке оқу қарқынына бейімделген тапсырмалар ұсынуға мүмкіндік береді. Жиі құралдарын орынды қолдану арқылы оқу материалының қолжетімділігі артып, оқушылардың мотивациясы мен қызығушылығы да жоғарылайды. Жалпы алғанда ұсынылып отырған әдістемелік құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне оқу үдерісін жаңғыртуда, мәтіндермен жұмыс сапасын арттыруда және нейрожелілерді тиімді қолдануда